Аяғы жоқ әйел. Бұл оқиға Жапонияның Хоккайдо қаласында тұратын әйел туралы аңыз. Соғыстан соң адамдардың қаржылық жағдайлары өте қиын болды. Сондықтан ол кезде ұрлық жасау, адам өлтіру өте көп орын алды. Солай күндердің бірінде түнге таман әйел адам жұмысынан келе жатырғанда бір топ қарақшылар оны тонап, ұрып-соғып, оны темір жол рельсіне ес-түссіз күйінде тастап кетеді. Ол есін жиғанымен еш нәрсені де білмейтін. Ең сорақысы, ұрлықшылар әйелдің қол-аяғын рельске байлап кеткен. Әйел адам қанша тырысқанымен жіпті шеше алмады. Және солай арғы жақтан пойыз келіп, денесін екіге бөліп жіберген екен. Келесі күні оқиға орнына полиция да келеді, бірақ ол әйелдің мәйітін тіпті көмген де жоқ. Адамдар шошымас үшін жай үстін пакеттермен жауып, сол жерге тастап кеткен. Ал полиция ұрлықшыларды іздеген де жоқ. Олар осылай жазасыз қалды. Сол кездері соғыс аяқталған соң көп істер осылай аяқсыз қалған екен. Сол күннен бері әйелдің елесі рельстің қасында жүрген адамдарға тыныштық бермейтін болды. Елес рельстен өткен адамдардың денесін екіге бөліп тастайды екен. Егер сізге елес сұрақтар қоятын болса, ол сені өлтірмеу мүмкін екен. Тек қана сұрақтарына дұрыс жауап берсең болғаны. Ал жауап бермейтін болсаң, сені алдымен гипноздап, содан соң тұрған жерінде денеңді екіге бөліп жібереді. Оның сұрақтары өте қарапайым. Ол менің атым кім деп сұрақ қояды, ал сен оған теке-теке деп жауап беретін болсаң, ол сені өлтіреді. Теке-текенің мағынасы жапон тілінен аударғанда ажалым келді деген мағынаны білдіреді екен.